Заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Bir күні шал кемпіріне маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Неден пісіремін? Көп болды, үйде ұн жоқ. Әй кемпір, сен қамбаны сыпырып, қуыс мүйісін қырына осылай қояды. Bir өзі жатып жалыққан бауырсақ жерге түсіп, жерден шөпке, шөптен жолға түсіп, әрі қарай домалай жөнеледі. Қалады. Бауырсақ жалғыз аяқ жолмен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Бауырсақ, сен мені жеме, одан да мені тыңда. Мен атамнан, мен әжемнен, мен қояннан кеткен бауырсақпын. Мен қасқыр сенен де кетемін, деп бауырсақ осылай ары қарай домалай жөнеледі. Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса, оған аю жолығады. Аю, бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ аю, бауырсақ, мен сені жеймін. Түлкі, сен менің не айтатынымды тыңда. Оған қу түлкі былай дейді. Мен сенің айтатыныңды тыңдар едім. Қазір қартайып, құлағым естімей нашарлап жүр. Менің тұмсығыма отыр да айта қойшы дейді. Түлкінің тұмсығына отырып бауырсақ әңгімесін бастайды. Мен атамнан, әжемнен, қояннан, қасқырдан, аюдан кеткен бауырсақпын. Түлкі сенен де кетемін. Осыны айтып үлгергені сол-ақ еді. Түлкі аузын ашып, тістерін ақситып, бауырсақты жұтып қояды. Осымен ертегі аяқталады. Ертеде аю сенен де кетемін. Осылай бауырсақ ары қарай домалай жөнеледі. Бауырсақ алып кетеді. Бауырсақ тегіс домалап, сырты қызарыңқырап, әдемі болып піседі. Шал оны бірден жегісі келеді, бірақ бауырсақ өте ыстық еді. Одан да қу ал дейді. Кемпір шалының айтқанын істейді. Қамбаны сыпырып, қуыс мүйіз тырнап, әзер дегенде екі уыстай ұн жинап, оны қаймаққа елеп бауырсақ жасайды. Пешін жағып, табасына майын құйып, бауырсақ көп майсалы жерлерден, кең далаға егістіктерден өтеді. Осылай